Құрметті қарасайлықтар, өздеріңіз білетіндей биыл ауданымызға 90 жыл толып отыр. Мерейтойдың құрметіне орай біздің ұжым Қарасай ауданы және Қаскелең қалалық әкімдіктерінің қолдауымен жаңа жобаны қолға алды. Қарасай инфотакси деп аталатын бағдарламамыз ең алдымен Қаскелең қаласынан бастап аудан бойынша такси қызметін ұсынатын болады. Бұл бағдарламаға жол бойында тоқтап тұрған кез келген жолаушылар қатыса алады. Шарттары да қарапайым. Барар жеріңізге тегін жетіп қана қоймай, 3 сұраққа дұрыс жауап беру арқылы ақшалай ұтысқа да ие бола аласыз. Ендеше баршаңызға сәттілік. Біз өз жобамызды бастауға кеттік. Келе берер, сүйгенерін сүй жаным сүйкімді бір күйге бөленемін жүрегіміз жақыннан бірге соқсын ағыт жүрек көйлегіңнің түймелерін сүй жаным сүйе бер кім біледі бір кезде еске ала. Ассалаумағалейкум, больницаға дейін Отырыңыз. Сіз қазір біздің Қарасай инфо KZ деген бағдарламамызға келіп түстіңіз. Сол 3 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз ақша төлейміз. не жайлы сұрақтар қоясыз? Біздің әр сұрақтың бәрі біздің Қарасай ауданына байланысты. Өзіміздің аудан ғой. Жақсы ауданға байланысты. Мен сұрақтан қателессем де тегін апарасыз ба сонда мені? Иә. 3,5 теңге бересіз. Дұрыс жауап берсеңіз де, дұрыс жауап бермесеңіз де, мен сізді тегін апарып берсем. Айтқан жеріңізге. Келсем онда. Жол бойында. Күн ыстықта. Жетіп қалайық. Бірінші сұраққа көше береміз ба? Бастай береміз. Бастайық. Сұрақтарыңыз жеңіл шығар деп ойлаймын. Қарасай ауданы қашан құрылған? Нұсқалары 1929 жылы 31 қаңтарда, 1932 жылы 6 маусымда, 1927 жылы 16 желтоқсанда. Енді бұл сұрағыңыз оңай ғой. Биыл ауданымыздың 90 жылдығы болса, логически ойласақ 90-ды алып тастаймыз. 1929 бірінші нұсқа ғой деймін. Иә, бірінші нұсқа. Биыл аудан 90 жылдығында екенін білесіз. Иә, ол жақтан хабардар. Енді дұрыс жауап тыңдайық. Мінекей тыңдаңыз. Нұсқасы 1929 жылы Өте керемет. қаңтарда. Өте керемет. 5 теңге бар. Ал енді екінші сұраққа көшсек. Бұрын Қаскелең деп аталған ауданымызға қашан Қарасай атауы берілді? Нұсқалары 1998 жылы 3 қыркүйекте, 98. 1996 жылы 98. 5 қазанда. Нақты жауабыңыз ба? Иә, Неге өйтіп ойлайсыз? себебі сол жылдары біздер осы Қаскелең ауданына бұрынғы, яғни қазір Қарасай ауданына көшіп келгенбіз. Яғни сол құжаттар дайындап сол жерде содан есте қалғаны бар ғой. Нақты дұрыс жауапты тыңдаңыз. Дұрыс нұсқасы 1998 жылы 3 қыркүйекте. Айттым ғой міне. Өте керемет. Память жақсы екен. Өте керемет. Сіз дұрыс жауап бердіңіз. Үшінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіз де, дұрыс жауап бермесеңіз де 1000 теңге сіздің ұтысыңыз. Ол сізде қалады. Енді үшінші сұраққа жауап тыңдап жіберіңіз. Ауданымызға қарасты қала және ауылдық округтердің жалпы саны қанша? Нұсқалары 13, 9, 11. Қателеспесем 9-ау деймін. 9 деп дұрыс. Иә. Нақты шешіміңіз. Иә, соңғы жауабым. Онда дұрыс жауапты тыңдайық. Дұрыс нұсқасы 11. Бәтте деймін. 5 теңгемен айырылып қалдым ғой. Өкінішке орай. Тағы да бір жерге апармайсыз ба? Жоқ. Сіздің ұтысыңыз мінекей 1000 теңге болып отыр. Ала қойыңыз. Көбейту. Иә. Онда жоқ. Құттықтаймын сізді. Рахмет. Иә, жұмысыңызға, отбасыңызға амандық тілеймін, сәттілік тілеймін. Жолыңыз болсын. Рахмет. Қазір сіз Қарасай инфотакси деген бағдарламаға түсіп тұрсаңыз. Иә. Бірінші сұрағымды қояйын аға сізге. Жақсылап тыңдаңыз, иә? Қарасай ауданы қашан құрылған? Нұсқалары 1929 жылы 31 қаңтарда, 1932 жылы
6 маусымда, 1927 жылы 16 желтоқсанда. 1929 жылы ғой деймін. Солай ойлайсыз ба? Иә, солай. Нақты жауабыңыз ба? Сол. Дұрыс жауапты естеміз ба онда? Давай естейік. Онда дұрыс жауапты естіген. Дұрыс нұсқасы 1929 жылы Дұрыс 31 қаңтарда. Аға, екінші сұрақты қоямын енді, дайын болыңыз. Бұл да ондай қиын емес. Бұрын Қаскелең деп аталған ауданымызға қашан Қарасай атауы берілді? Нұсқалары: 1998 жылы 3 қыркүйекте, 1996 жылы 5 қазанда, 1999 жылы 30 тамызда. 99 жыл берілді. 99 жылы. Онда дұрыс жауап тыңдайық. Дұрыс нұсқасы 1998 жылы. Өкінішке орай аға, енді екінші сұраққа дұрыс жауап бере алмадыңыз. Үшінші сұраққа. Дайынсыз ба? Давай. Ауданымызға қарасты қала және ауылдық округтердің жалпы саны қанша? Нұсқалары: 13, 9, 11. 13 округ болу керек. 13 округ. Онда дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Дұрыс нұсқасы 11. Бір жыл өмір деп Өкінішке орай аға. айтып. Біздің бағдарламаға қатысып бір сұраққа жауап бердіңіз. Бұл 5 теңге көлемінде сіздің сыйақыңызды ала қойыңыз. Тегін жету амалын және осы 5 теңге көлемінде сыйақын алыңыз. Жақсы аға, аман болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Іске сәт балалар. Жақсы, сау болыңыз. 5 теңге 30 бар. Автостанцияға отырыңыз. Қазір жол бойы сізге 3 сұрақ қоям. 3 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 1000 теңге көлемінде өзіңіздің сыйақыңызды алып кете аласыз. Сынап көресіз бе өзіңізді балыңызды? Кеттік па онда? Онда бірінші сұрақты қояйық. Тыңдаңыз. Қарасай ауданы қашан құрылған? Қай нұсқаны таңдайсыз? 1929 жылы деп ойлаймын өзім. 1929 жылы. 1929 жылы. Онда дұрыс жауапты тыңдаймыз ба? Тыңдайық. Дұрыс нұсқасы 1929 жылы 31 қаңтарда. Дұрыс, өте дұрыс жауап бердіңіз. Сіз қазір 5 теңге көлемінде 30 ұтып алдыңыз. Сегізінші сұраққа кете берейік. Бұрын Қаскелең деп аталған ауданымызға қашан Қарасай атауы берілді? 1999 жылы. Нақты жауабыңыз. Қабылдай берейін, е? Қабылдаймыз. Онда дұрыс жауапты тыңдайық. Дұрыс нұсқасы 1998 жылы 3 қыркүйекте. Олжас, өкінішке орай сіз екінші сұрақтың дұрыс жауап бере алмадыңыз. Үшінші сұрақты қоямын, тыңдаңыз. Ауданымызға қарасты қала және ауылдық округтердің жалпы саны қанша? 11. 11 ма? 3 нұсқа 11. Онда дұрыс жауапты тыңдайық, Олжас. Дұрыс нұсқасы 11. Өте керемет. Үшінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Біздің ауданда 11 ауылдық, қала ауылдық округ бар. Ал мінекей Олжас, сіздің айтқан жеріңіз. Мінекей сіздің сыйақыңыз 1000 теңге алып қойыңыз. Жолыңыз болсын Олжас, сізге сәттілік тілейміз. Ал жақсы. Ал енді бүгін бағдарламамызды аяқтау сәті де таяп қалды. Бұл бағдарламамыз бұнымен шектелмей, келесі аптада жалғасатын болады. Осы бағдарламамызды қарап, біздің YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта кездескенше.